Samsung Galaxy Fold. Бұл смартфонды алғаш ұстаған кезде өзім кішкентай бала сияқты қатты қуандым. Себебі басқа шетелдік блогерлардың видеосынан көру ол бір бөлек, ал өзің Қазақстанда отырып осындай смартфонмен қолдану және ең бастысы дисплейін былай ашқан өте бір ерекше сезім екен. Екіншіден, бұл жаңа тарихтың бастамасы, себебі 1-2 жылдың ішінде барлық өндірушілер осындай бүктелмелі дисплейлі смартфон шығаратыны сөзсіз. Солардың алғашқысы бүгін Samsung Galaxy Fold смартфонны шолу. Сонымен бұл косплей арнасы, менің атым Рауан, кеттік. Смартфонмен қоса Samsung компаниясы қорапқа бірнеше сыйлық салып жіберіпті, яғни комплектациясы керемет. Олардың біріншісі мына Buds, яғни Samsung-тың барлығымызға белгілі Bluetooth құлаққаптары. Екінші бізде 5 вольт 2 амперлі адаптері, оған қоса USB-C кабелі, және ең бастысы мына Samsung Galaxy Fold-тың өзіне арналған қорапшасы немесе чехолын да салып жіберіпті. Жалпы қорапшаның комплектациясы маған өте қатты ұнады. Дисплейіне келетін болсақ, 7.3 дюймді Super AMOLED. Бағана айта кеткенде, жалпы бұндай үлкен дисплей не үшін керек деген сұрақ туындаса, сіз кітап оқысаңыз да, ойын ойнасаңыз да, немесе кино көрсеңіз де ләззатты екі есеге көп аласыз. Себебі бұндай үлкен және сапалы дисплеймен қолдану ол мүлде бөлек әңгіме және бөлек әлем десе болады. Екі дисплей ортасында бүктеліп тұрған сияқты болып көрінеді, тек қана күнге немесе жарыққа бағыттаған кезде және қырынан қараған кезде. Ал дисплейді қосып алдынан қолданған кезде бұндай әсер мүлде жойылады және толыққанды барлық істерді, әрекеттерді жасай білсеңіз болады. Камерасына келетін болсақ, 12 мегапиксельді телефото, 12 мегапиксельді қарапайым модуль және 16 мегапиксельді кең бұрышты модульдері бар. Ал ішкі жағында 8 және 10 мегапиксельді модульдер. Жалпы күн жарықта күндіз жақсы фото және видео түсіре аласың. Ал кеш батысымен бұлыңғыр және түсініксіз фотолар шықты. Аккумулятор енді өте керемет, 4380 мАч. Жалпы мен бұл смартфонмен ойында ойнадым, кинода көрдім, видеода көрдім, маған 1,5 күнге толық жетті. Егер сіз жай қолданатын болсаңыз, жаңағы видео көруге немесе сөйлесуге сізге 2-2,5 күнге толық жетеді деген сенім бар. Ал енді өнімділігіне және процессорына келейік. Жалпы сіз бұл смартфонды осыншама бағаға сатып алғаннан кейін өнімділігі қандай болады деп ойлайсыз? Әрине керемет болады. Snapdragon 855. Сізге кез келген ойынды, кез келген сапада және жоғары сапада ойнап береді. Жалпы тағы айта кетейін, бұл смартфонды осыншама бағаға сатып алып, тек қана ойынға немесе фото, видео көруге, кино көруге арналған өте өкінішті. Сонымен достар, бүгін Samsung Galaxy Fold смартфонына көз жүгірдік және кішігірім ой қалыптасты. Бұл смартфон сөзсіз болашақтың смартфоны. Алдағы уақытта, алдағы 2 жылда барлық өндірушілер осындай бүктелмелі смартфон шығаратыны сөзсіз. Және бұл жаңа трендтің бастамасы десе болады. Бұл смартфонға шолу жасаған мен үшін өте бір үлкен мәртебе және өте қатты қуаныштымын. Және алдағы уақытта осындай жақсы үлкен қымбат смартфондарға шолу жасаймыз. Осы каналға жазылыңыздар және өзіңіздің ойыңызбен бөлісе кетіңіздер. Бұл косплей арнасы келесі кездескенше сау.